Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі күндеріңе көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Ендеше сабағымызды бастайық. Алдымен ребусқа назар аударайық. Иә балалар, ребустың шешуінде наурыз сөзі шықты. Демек біздің бүгінгі тақырыбымыз наурыз туралы болмақ. Сабақтың тақырыбы наурыз келді. Алдымен берілген суретке назар аудар. Бұл суретте не бейнеленген? Бұл тағамдарды қай мерекеде көп кездестіреміз? Ендеше тыңдайық. Наурыз жыл басы. Бұл күні адамдар ағаш отырғызады, гүл егеді. Мерекелік дастархан жайып, қонақтарды қарсы алады. Наурызда адамдар бір-біріне жақсы тілек айтады. Ән салып би билеп, кеш түскенше тойлайды. Таң ата адамдар жаңа күнді қарсы алады. Наурыз мерекесіндегі басты тағам наурыз көже. Ол 7 түрлі тағамнан жасалады. Олар су, ет, тары, бидай, айран, тұз, құрт. Қазақтар кім көжені тауысып ішсе, сол жыл бойы тоқ жүреді деген ырымға сенген. Мерекелік дастарханға наурыз көжемен бірге бауырсақ, сүт өнімдері, түрлі тәттілер қойылады. Жастар алтыбақан теуіп, ән салып, би билеп наурыз мерекесін көңілді өткізеді. Жарайды балалар, наурыз мерекесі туралы, наурыз көже туралы біраз мағлұматтар алдық. Ендеше осы наурыз туралы өлеңге назар аударыңдар. Өлеңді түсініп, мәнерлеп оқы. Балалар, бұл өлеңнің авторымен қысқаша танысып өтейік. Темірхан Медетбек ақын, аудармашы. Ол 1945 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан маңындағы Амангелді ауылында туған. Наурыз келді және де тақта басқа жинақтардың авторы. Оқыған өлеңіміз бойынша тапсырмаларға назар аударайық. Суреттегі заттар туралы өлеңнің қай жолдарында айтылған? Тауып оқып көр. Алтыншы тапсырмаға назар аударайық. Ақын сөздерін пайдаланып, сөйлем құрап жаз. Яғни, бірінші шумақ бойынша бір сөйлем, екінші шумақ бойынша 3 сөйлем, үшінші шумақ бойынша 2 сөйлем құрастырып жаз. Жарайды балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.